Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Сіздермен бірге ибрауияларыңыз талып кетсек. Бізде екінші есебіміз 2х азайтылған 8 квадраты азайтылған 4х жақша ішіне 2х минус 8 жақша алған үлкен немесе тең 0. Яғни мына жерден қалай жасап болады? Мына жерде 2х минус 8-ді жақша сыртына шығарып жіберсек, 2х минус 8-ді жақша сыртынан шығарып жіберсек, яғни бізде мына жақта бізде 2х минус 8-дің өзі қалады. Азайтылған мына жерде 2х минус 8-ді шығарып жіберсек, яғни минус 4х-ның өзі қалады. Жақсы жабылады, үлкен немесе тең 0-дан болады. Енді яғни біз бұны көбейтіп қиындатқанша осылай 2х азайтылған 8 тең 0 деп аламыз. Әрбірін 0-ге теңестіре аламыз. Яғни бірінші мынаны 0-ге теңестіре алсақ, сонда бізде 2х тең 8, х тең 4 болады. Біріншісі. Ал екіншісі тоқталып кететін болсақ, мына жерде 2х пен минус 4х-ті екеуін қосатын болсақ, яғни минус 4х-тан плюс 2х қосатын болсақ, ол бізде минус 2х қалады. Минус 2х азайтылған 8 тең 0 деп алдық. Сонда бізде х-ымыз минус 4-ке тең болады. Енді әрбір х-тің жауабын таптық. Енді аралыққа саламыз. Аралыққа салатын болсақ, жаңа айтқандай, оң жақта 4 плюс сандар, мына жақта минус сандар. Енді қараймыз. Жаңа айтқандай, мынау қатаң емес. Қатаң емес болса бізде боялады. Екеуі де боялады. Енді қараймыз. Плюстан бастаймыз ба, или минустан бастаймыз ба? Оны міне х-тің алғыларына қараймыз. Мына жерде бізде плюс, мына жерде плюс, мына жерде бірақ минус. Оны қалай білсек болады? Мысалы, плюсқа минусты көбейтетін болсақ, минус болады. Минусты плюсқа көбейтетін болсақ, минус шығады. Яғни минустан бастаймыз. Кезек-кезек. Минус, плюс, минус болады. Енді бізге қайсысы керек деген сұрақ. Қайсысы керек? Яғни мына жерімізде білсек болады, 0-ден үлкен сандар. Яғни ол плюс. Сонда біздің жауабымыз боялған болса, жаңа айтып кеттім, тік жақша болады. Тік жақша минус 4-ден 4-ке дейін. Осы біздің жауап. Сонымен үшінші есебімізді талқылап кететін болсақ, x жақша ішіне x плюс 5 жақсы жабылған азайтылған 2 үлкен 4х-тан шешіп кететін болсақ, яғни біз x-ті әрбіріне көбейтетін бұл жақшаны ашып жіберсек, сонда x квадрат қосылған 5x азайтылған 2 4х. Яғни енді біз 4х-ті сол жаққа лақтыратын болсақ, сонда 4х-ті сол жаққа лақтыратын болсақ, сразу минус болады, минус 4х болады. Сонда плюс 5х-тан минус 4х-ті азайтатын болса, х-ның өзі қалады. Яғни x квадрат қосылған x азайтылған 2 үлкен 0-ден болады. Енді біз осы теңсіздікті ветпен шығаратын болсақ, яғни екі сан жазамыз. Екі санның көбейтіндісі минус 2 болу керек. Екеуінің қосындысы мына жерде 1 бар, плюс 1 болу керек. Яғни ол болу үшін біз не істейміз? Мына жерде таңба қою керекпіз. Мына жерде екеуінің қосындысы плюс 1 шығу үшін мен минус 1-дің алдына минус қойсам. Сонда 2 мен минус 1-дің көбейтіндісі минус 2, екеуінің қосындысы плюс 1 береді. Яғни шығып тұр. Сонда мына жақта x пен x болады. Сонда x пен x-дің көбейтіндісі x болады қой. Енді мына жерде болатын болса алдында плюс бар. Сонда бізде x плюс 2-ден минус 2 шығады. Мына жерде x минус 1-ден 1 шығады. Сонда 2x-іміз минус 2 мен 1 болып тұр. Енді осыларды аралыққа саламыз. Теңсіздік болған соң аралыққа саламыз. Яғни 1, 2. Енді қараңыздар, мына жерде біз боямаймыз. Бұл себебі қатаң. Боямаймыз бұл кезде. Енді біз оны плюстан ба, или минустан ба соны талқылап алсақ, мына жерде ең үлкені бізде x квадрат қой. X-ті қараймыз. Ең үлкені бізде x квадратының алды плюс болып тұр. Яғни біз плюстан бастаймыз. Плюс, минус, плюс. Енді қай жақты боямыз? Яғни мына жерде 0-ден үлкендері болып тұр. 0-ден үлкендері болса, плюстан боямыз. Енді қараңыздар, мына жерде жай жақша минус шексіздіктен минус 2-ге дейін. Бұл да жай жақша.
Не үшін жай жақса? Себебі мына жер боялмаған. Себебі мынау қатаң. Енді жалғасы бар. Жалғасы бірден жай жақша. Боялмаған, не, қатаң. Боялмаған жай жақша плюс шексіздікке дейін. Сонымен төртінші есепке талқыланып кетсек, 3-тен 1 x квадрат қосылған 3x қосылған 6 кіші 0-ден. Мына жерде өз есебімізді оңайлатып алсақ, яғни мыналарды 3-ке көбейтсек. 3-тен көбейтсек, сонда бөлімнен құтылып аламыз. Сонда біз 3-ке көбейтсек, мына жерде x квадраттың өзі қалады. Қосылған 9x қосылған 18 кіші 0-ден. Енді мынаны жаңа ветке салатын болсақ, екеуінің көбейтіндісі 18, екеудің қосындысы 9 шығу керек. Яғни мына жерде 6 мен 3-ті алсам. 6 мен 3-ті алсам. Қараңыздар, 6 мен 3-тің көбейтіндісі 18, екеуінің қосындысы 9. Вот шығып тұр. Яғни енді мына жерде алдына плюс бар. Яғни x плюс 6 тең 0 деп аламыз. X плюс 3 тең 0 деп аламыз. Сонда бізде x-ымыз минус 6-ға тең. Мына x2-міз, x1-міз бен x2-міз, x2-міз минус 3-ке тең. Енді осы x1-міз бен x2-мізді аралыққа салатын болсақ, аралық салдық. Бірінші бізде минус 3 болады, минус 6 болады. Бірінші минус 6 келеді, сосын минус 3 келеді. Осы минус 6 мен минус 3 шықты. Енді осыларды аралыққа салатын болсақ, сонда аралыққа салатын болсақ, бірінші бізге минус 6 келеді, сосын минус 3 келеді. Енді қараймыз, ол бізде боялы ма, боялмай ма? Мынау бізде қатаң. Қатаң болса бізде не болады? Боялмайды. Екеуі де боялмайды. Енді қарайық, плюстан бастала ма, минустан бастала ма? Оны ең бірінші бастапқы теңсіздікке келеміз. Ең үлкеніне қараймыз. Бізде ең үлкен x квадрат. Яғни x квадраттың алды плюс. Плюс болса, плюстан бастаймыз. Плюс, минус, плюс болады. Енді қай жақтарын бояймыз? Оны мына қараңыздар. Мына жерде не болып тұр? Мына жерде 0-ден кіші болып тұр. 0-ден кіші болса, минустарын бояймыз. Сонда бізде жауабымыз жай жақша минус 6-дан минус 3-ке дейін болды. Осылай. Төртінші есеп. Сонымен 5-ші есебін түсініп кететін болсам, 5-ші есебінде бізде 2 азайтылған x жақша ішінде мына көбейтілген x кіші 1-ден. Яғни жақшаны ашып жіберетін болсақ, 2x азайтылған x квадрат кіші 1-ден. 1-ді сол жаққа лақтырып жіберетін болсақ, сонда бізде минус x квадрат плюс 2x минус 1 кіші 0-ден болады. Яғни біз минус 1-ден минус x квадраттағы алдындағы минустан құтылып жіберу үшін минус 1-ге көбейтіп жіберсек, x квадрат азайтылған x плюс 1 болады. Мына жерде минусқа көбейттен кейін мына таңбамыз бізде ауысады. Яғни 0-ден үлкен болады. Енді ветке салатын болсақ, екеуінің көбейтіндісі плюс 1, екеуінің қосындысы минус 2 шығу үшін минус 1-ден минус 1-ді алатын болсақ. Сонда бізде x минус x азайтылған 1-іміз тең 0 деп аламыз, x азайтылған минус 1 тең 0 деп аламыз. Сонда бізде x1-іміз бен x2-міз 1 мен 1, мынаның жауабы 1 шығады, мынаның тоже жауабы 1 шығады. Сонда аралыққа салатын болсақ. Енді аралыққа салатын болсақ, 1. Мына жер бояла ма, боялмай ма? Осы жерді біліп алатын болсақ, яғни мына жерде не болып тұр бізде? Қатаң болып тұр. Қатаң болса бізде боялмайды. Енді плюстан бастаймыз ба? Оны теңсіздіктің ең алдындағы ең үлкенінен біліп аламыз. Яғни бізде x квадраттың алды плюс болып тұр. Яғни плюстан бастаймыз. Енді мына жерге қараңыздар. Мына жерде бізде 2 рет жауап x1-мізде, x2-мізде 1 ғой. Мына жерде қатесіз кетпеу үшін парашют шығарып аламыз. Парашют дегеніміз былай. Мына жерде плюс 1 болса, плюс болса, мына жақ плюс болса, мына жақ тоже плюс болады. Ал мына жақ қатесіз кетпеу үшін минус қалдырып қоямыз. Мына жақта плюс, мына жақта плюс болады. Енді бізге не керек? 0-ден үлкендер керек. 0-ден үлкендер керек болса былай. Минус 6-тен 1-ге дейін, 1-ден
плюс шексіздікке дейін болады. Яғни жауабын жазып кететін болсам, минус шексіздіктен 1-ге дейін, 1-ден плюс шексіздікке дейін. Сонымен 6-шы есепке тоқталып кететін болсақ, 6-шы есебіміз бізде 2 азайтылған x минус 3, x минус 12 арасында көбейтулер бар. Ол бізде үлкен немесе тең 0-ден. Яғни бұл жерде біз әрбірін көбейтіп жақша ашып жүрмейміз, әрбірді 0-ге теңестіреміз. Яғни бізде 2 азайтылған x тең 0 деп аламыз да, осы жерден x-ті ала саламыз, x тең бізде сонда 2 болады. Мына жерде x теңіміз 3 болады, мына жерде x тең 12 болады. Енді осыларды біз аралыққа салатын болсақ, яғни 2-ден 3-тен 12. Жететімен. Енді былай сызып қоямыз. Бұлар енді бояла ма, боялмай ма? Осы сұрақ. Мынау бізде не болып тұр? Қатаң емес. Қатаң емес болса бізде боялады. Бәрі боялады. Соның осы жерде қараймыз. Бояла ма, боялмай ма? Яғни мына жерде бізде қатаң емес болса бізде боялады. Яғни бәрі боялады. 2-де 3-те 12-де. Енді қараңыздар. Плюстан бастаймыз ба, минустан бастаймыз ба? Оны x-ін алынара қараймыз. X-ін алынса мына жерде минус болып тұр, мына жерде плюс болып тұр, мына жерде плюс болып тұр. Яғни қараңыздар. Минусты плюсқа көбейтетін болсақ, минустың өзі шығады. Ал мына жерде минусты плюсқа көбейтетін болсақ, тоже минус шығады. Яғни біз минустан бастаймыз. Сонда минус плюс болады. Енді бізге қай аралықты бояймыз? Ол аралықты білетін болсақ, мына жерде 0-ден үлкендері тұр. Яғни 0-ден үлкендері болса плюс жақты бояймыз, ал 0-ден кішілері болса минус жақты бояйтын едік. Яғни бұл жерде бізде 0-ден үлкендері тұр. Сонда біз минус шексіздіктен 2-ге дейін, 3-тен 12-ге дейін болды. Сонда біздің жауабымыз минус шексіздіктен 2-ге дейін, мына жерде жай жақша, тік жақша. Сонда мына жерде 3-тен тік жақша, 3-тен 12-ге дейін. Тік жақша. Сонымен сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Ибрау ағайларыңыз.